Қайынсың қайнап келейсіз ба? Енді ондайға айтса енді енелер қойып қайынсың қайнап келер жабылады дейсің ғой жан-жақтан. О, қалды бетті. Енді қайынсың қайнап келер бар. Иә, әңгіменің басын былай бастайықшы, иә. Бәрі емес, 80%. Өзінің ағасын өзінің әйеліне қандай да бір сыйлық алып берсе, бір турға, табиғатқа шықса, енді ана жеңгесі немесе келіні қуанғаннан үйде төрт-бұрыш жерде отырып әбден шаршаған да, әйелі бала туамын деп, күйеуіне қарайын деп, енді оны бір табиғатқа апарса, бір жерге қыдыртса, бір қымбат киім әперсе, соны жарып кететін қайнысынан қайнап кетер бар ғой. Жүрегі жарып кетеді да, жақсы сол нәрсені өсек қылып таратып, анаған өзінің ата-анасына жеткізіп отыратын сондай сұмырайлар бар негізі. Сұмырай дейді оны. Ондайларға мен тағы да бір ат қойып қойғам. Ондай қайнысынан қайнап келерге крыса деген ат қойып қойғам да. Крыса. Енді неге крыса? Крысада боқ жерде жүреді ғой. Боқ жерде жүреді ғой крысалар. Лас, мусор жерде. Кейбір қайнысынан қайнап келер бар сондай. Боқ жерде жүрді деп деңгейі крысадан да төмен. Жақсылық істеп атып, жаңағы бірдеңе әперіп атқанын көре алмай, әңгімені жаңағы өсек қылып тасып, анасына барып түрткілеп, ағам бізге әперген нәрсесін әйеліне әперіп жатыр, мама, маған неге әпермейді, бауырым ғой деп. Мен айтам, қайынсың қайнап келерге айтамын да, сондай қайынсың қайнап келерге. Мықты болсаң сондай күйеу тауып алсайшы. Өзінде жоқ қой нәрсе. Сосын көре алмайды. Енді әйел адамға кім әпереді оны? Өзінің күйеуі әпермесе, өзінің күйеуі қыдыртпаса, көйлек әпермесе, өзінің жаңа артынан келген, үйленген кезде, тұрмысқа шыққан кезде келген көйлектерін киіп жүреді, қасқа шірейін дегенше. 4 қабырғаның ішінде отырады әйел, баланы бағып, сенің ұрпағыңды жаңағы көбейтіп, ал соны мына кейбір қайынсымен қайнап келе бар, сұмырай крыса да олар. Сондай зып-зып келінге немесе жеңгесіне келіп әдемі көрініп, бүйтіп кетеді да, сайқымасақ дейді ондайларда. Сөйтіп кетіп мына жаққа барып та әңгімені басқалай жеткізетін да. Сондай сайқымасақ сұмырай ондайлар. Ондайларды Алла тағала жазасын береді оның. Алла тағала ондай адамдарды жаңа өсек тасу деген, өте өсек айту деген нәрсе, ол үлкен күнә. Оған өте өмір қиын болады ондайлардың. Мен сол себепті айтамын, қайынсың қайнап келерге кейбір 80%-не, бәріне демеймін топырақ шашып, өте сұмырай болады. Солардың кесірінен де ажырасып кетіп жатады, өсек тасып, жамандап, қырылдап екі жақта. Ағасымен әсіресе әйелін қырылдырып жатады ғой. Ондайларды крыса деп айтады да, болды, басқа ештеңе айтпайды. Жарылса жарылсын жүректері.